Сәлеметсіздер ме? Бүгін сіздерге бургер нанның ең жұмсақ әрі дәмді түрінің қалай жасалу керектігін көрсетемін. Ең алдымен жылы сүтке, жылы су, шекер, ашытқы қосып араластырып, бетін жауып 5-10 минутқа қойып қоямыз. 10 минут уақыт өткеннен кейін жұмыртқаның ағын, сұйық май, қаймақ және де тұз қосып араластырамыз. Ұн қосып қамыр илейміз. Қолға жабысатын қамыр пайда болады, тағы да ұн қосудың қажеті жоқ. Бетін жауып, қамырымыз көтерілгенше жылы жерге қойып қоямыз. Қамырымыз көтерілгеннен кейін оны 1/6 бөлікке бөліп, шар формасын келтіреміз. Противендерге салып, бетін жауып 15 минутқа қойып қоямыз. Көлемдері ұлғайғаннан кейін бетіне жұмыртқаның сарысын жағып шығамыз. Күнжет себеміз. Қызып тұрған пеште 180 градуста 20 минут шамасында пісіріп аламыз. Өте жұмсақ әрі дәмді бургер нанымыз дайын болды. Суығаннан кейін кесіп, ішіне керекті заттарын саламыз. Сіздермен болған Ұлжанат Абайқызы.